Қайырлы кеш, құрметті TikTok оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш, қалайсыздар? TikTok оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Менің есімім Гүлзира, жасым 48-де, психолог, психосоматолог, 5 жылдық тәжірибесі бар. Маманмын, Астана қаласында тұрамын, 3 баланың анасымын. Қазіргі таңда психосоматика бойынша курс өткізіп жатырмын. Бүгін сіздерге шығудағы ниетім пайдалы болу, біліммен бөлісу. Бүгін офлайн бір кісімен жұмыс жасадым. Ол кісінің мәселесі баласы не деп айтады, ДЦП деп айтады ғой, баласы ауырады. Соның себебін біле алмай жүр, не үшін олай болып жатыр, ол сынақ не үшін келді, соны маған білгісі келген екен. Офлайн жұмыс жасадық, яғни баласының жасы 7-де, бала ауырған кезде ол прямой анаға, әкеге келген сигнал, Алладан келген белгі. Яғни бала біздің жанды жерімізде, анасына ең жақын ол бала. Әкесіне де, ешқандай ата-ана баласына жамандық тілемейді, жақсы көреді. Егер сіздерді балаларыңызда проблема болып жатса, денсаулық жағынан, басқа жағынан, мінезі жағынан өзгеріп сізге қиындықтар туғызып жатса, онда ол сізге келген белгі. Яғни ата-ана өзінің қарым-қатынасын дұрыстасын деген, немесе ата-ана өзінің мінезін дұрыстасын деген қандай да бір ол белгі. Өйткені бала біздің жанды жеріміз, бала бауыр етің деп қазақта айтады ғой. Яғни бізде баламыз ауырған кезде, қиналған кезде ата-ана, әсіресе аналар өте қатты қиналады, жандарына батып ауырады. Сол себептен бала ауырған кезде анасы өзімен жұмыс жасау керек. Олар ойлайды, баламен жұмыс жасау керек. Баланы дәрігерге апардық, анда көрсеттік, мында көрсеттік, бірақ ешқандай да нәтиже жоқ. Уақытша емделеді, қайтадан күшейіп кетті, қайтып ауырып жатыр. Енді не істеймін деп келеді да маған. Ал на самом деле негізі балада емес қой мәселе. Мәселе оның анасының өзінде болып тұр, әкесінде болып тұр. Сол анасымен жұмыс жасаған кезде оның түпкі себебі шықты. Оның түпкі себебі өзінің күйеуімен қарым-қатынасқа байланысты болып шықты. Сондықтан мынау кішкентай балалар ауырған кезде, 5 жасар, 6 жасар балалар ауырғанда анасымен жұмыс жасаймыз. Ал одан кейін кәдімгідей сөйлеп, ойын жеткізе алатын уақыт келеді ғой, сондай жастағы балалар, мысалы 9 жас, 8 жас, 10 жас балалар, олардың өзімен де жұмыс жасауға болады. Сонымен бірге анасымен жұмыс жасаған өте абзал. Екеуімен бірге жұмыс жасаған кезде нәтиже тезірек болады, тиімдірек болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, оқырмандар, кімде баласымен сынақ болып жатса, онда өздеріңізге мән беріңіздер. Мен нені қазір дұрыс жасамай жүрмін? Алла тағала маған бұл арқылы қандай сабақ үйреткісі келіп тұр екен? Деген сияқты сұрақтарды өздеріңізге қойып, жауабын тапсаңыздар болады. Иншалла жауабын табасыздар. Менің жеке терапияма келген ханымдар барлығы сұрақтарына жауап тауып кетіп жатыр. Сондықтан сіздерге де айтатыным, балаға байланысты қатысты сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Кім разборға шығуға дайын, эфирға кім шығуға дайын, кімде баласымен проблема болып жатыр, аудиозвонокпен шықсаңыздар болады. Егер түрімді көрсетуге ұялам десеңіздер, онда аудиозвонокпен шықсаңыздар болады. Разбор жасаймыз. Разбор жасағанда сұрақ жауап, ол неге олай болды, психосоматикасын айтып берем. Дайындарыңыз бар ма сондай өздеріңізбен жұмыс жасауға? Қазір тікелей эфирда тегін мүмкіндікті пайдалану керек. Ал негізі жеке қабылдау терапия, оған ақша төлеп келесіздер, курсқа да ақша төлейсіздер. Ал қазір тегін мүмкіндік. Кім сондай батыл ханымдар бар ма, мырзалар бар ма? Кімде баласымен мәселе болып жатыр, қызымен,
немесе енесімен, бастығымен. Разговорға шығатындарыңыз бар ма? Кім разговорға шығады? Кімде қандай мәселе болып жатыр, қарым-қатынас мәселесі бойынша, денсаулық мәселесі бойынша, кімде мазалап жүр осы сұрақтар? Денсаулығы, қарым-қатынас, баласымен, енесімен, бастығымен, коллегасымен, подругасымен деген сияқты. Бізде көп қой қазақтарда, кете береді. Кімде осындай мәселе болып жатыр? Разборға аудиозвонокпен шықсаңыздар болады. Ол үшін маған подписка жасауыңыз керек тиктокқа. Сосын гости деген неге шығып, вызов жіберсеңіздер, запрос жіберсеңіздер, онда шыға аласыздар тікелей эфирға. Ненің қанша бағасы? Ненің бағасын сұрап жатсыз? Қазір мен тегін деп жатырмын. Ненің бағасын сұрап жатсыз? Разбор мына жерде тегін болады қазір. Аудиозвонокпен шықсаңыз тегін жасаймын. Алла разышылық үшін. Ал негізі жеке қабылдау, ол терапия жасағанда 1,5 сағат жұмыс жасаймын. Ол кәдімгідей жеке терең жұмыс болады, жанмен тәнмен. Сондықтан ол ақылы. Ал қазір шықсаңыздар тегін сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Осындай мүмкіндікті пайдаланбайсыздар ма? Кеше шықты ғой бір кісі, алдың күні бір кісі шықты. Мен 2 күнде бір шығып тұрам тиктокқа, уақытым болып жатқан кезде. Уақытым болмаса шықпаймын. Сондықтан сұрақ қойсаңыздар болады, бір үйдің балалары дейді. Кім шығуға дайын разборға, аудиозвонокпен шықсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды қойып, жауабын аласыздар иншалла. Бар ма? Сондай. Гүлала, саламатсыз ба, қаңыз қалай? Менің эфирға шыққанымды біле қояды екенсіз, аудиоға шыға алмасам қалай болады, сұрақ қойсам былай жауап бере аласыз ба? Қойыңыз, жауап берейін. Мен қашан жазылам, жасым 48-де, бойымда қандай ауру бар? Дана ханым, мен емші емеспін. Мен тәуіп балшы емеспін. Мен психолог, психосоматолог маманымын. Мен психосоматикасын айта алам. Қай жеріңіз ауырып жатыр? Аңдып отыратын болдым. Рахмет, Алла разы болсын. Психосоматикасын айтып бере алам, бірақ сізге мен қазір сүф деп жазып жіберем деп, ондай емші тәуіп балшы емеспін, Алла сақтасын, астағфиралла. Ол Аллаға серік қосу ғой. Мен біліммен жасаймын жұмысты. Жанмен, тәнмен емдеймін, психосоматикасымен емдеймін. Психосоматика ол кәдімгі дәлелденген ғылым ғой. Сондықтан әр аурудың өзінің себебі болады, әр аурудың өзінің психосоматикасы болады, Сонымен жұмыс жасаған кезде ауру жазылып жатады. Ондай клиенттер менде өте көп. Құрметті оқырмандар, Instagram парақшама, YouTube парақшама жазылсаңыздар, сол жерде кейстер, отзывтар толып тұр, қарап көрсеңіздер болады. Әсіресе мынау неде Instagramда өте көп рилстар бар, кейстер бар. Мынау неде TikToктың басында менде не тұр ғой, сілтеме тұр. TikTok деппін ғой, YouTube пен Instagramға сілтеме қойып қойғам. Соны кірсеңіздер, парақшама кіресіздер. Қазір ОБТ деп қиналып кеттім, стресс десем де болады, қалай өзімді қолға алып нақты дайындаламын. Сізде іште сенімсіздік, қорқыныш болып тұр ғой, сол сезімді кім сізге тудырып тұр? Алла тағала. Қорқыныш сезімді сіз уайымдай берсеңіз, ол тұңғиыққа түсіп кетесіз. Ол уайымдағанмен сізде ешқандай өзгеріс болмайды. Сол қорқыныш сенімсіздік сезімді Аллаға тапсырасыз. Өзіңіз кәдімгідей сұрақ қойып, сұрақ жауаппен дайындаласыз. Өзіңізге бір уақыт қойып қойыңыз. Мен мысалы бүгін жарты сағат немесе 1 сағат міндетті түрде дайындалам деп өзіңізге мақсат қойыңыз. Сосын соған дайындалыңыз. Әрекетіңізге қарай Алла тағала берекет береді. Сіз уайымдап жата бергенмен ештеңе өзгермейді ғой, Сол үшін дайындалыңыз. Алла тағала сосын сізге көмектеседі. Зікір айтыңыз, көбірек дайындалыңыз. Сіз уайымдаған сайын ол неге түсіп кете бересіз ғой, стресске. Лучше уайымдағанның орнына қалай мен көбірек дайындалсам болады деп мақсат қойыңыз. Мысалы, тестте қанша сұрақ болады? 100 сұрақ па? 50 сұраққа мен бүгін дайындалам.
елу сұраққа ертең дайындаламын деген сияқты өзіңізге жоспар қойыңыз. Сол жоспарды, мақсатты міндетті түрде орындаңыз. Сол кезде Аллахтың қалауымен сіз уже біраз сұрақты біліп отырасыз ғой жауабын. Тест келген кезде сіз есіңізде қалады да жауап бересіз. Қайырлы кеш. Сондықтан тест тапсыратын, өткенде бір жақында сол тест тапсыратын қыз баламен жұмыс жасадым. Тоже сіз сияқты уайым стресспен өтті. Бірақ ол уайым стресстің артындағы себебі ол мүлдем жаңағы тестке қатысты емес, басқа нәрсе болып шықты. Әкесімен қатысты болып шықты. Оны өңдедік, проработка терапия жасадық, бәрін босаттық. Қыз кәдімгідей жеңілдеп қалды. 48 жас. Не дейді, сатан ба жақында дейді. Мен сіздерге айттым ғой, мен балшы емеспін, емші емеспін, қыздар, тәу емеспін. Мен психолог, психосоматолог маманымын. Гүл жіберіп жатсыздар, рахмет. Лайк басып жатсыздар, рахмет. Алла разы болсын. Подписка жасап жатсыздар, көп-көп рахмет. Алладан қайтсын. Подписка жасап қойыңыздар, иә. Кім жасаған жоқ, жасап қойыңыздар. Неде, тиктокта тоже отзывтар бар. Ол жерде пайдалы рилстар бар, тікелей эфирлар бар. Соны қарап көрсеңіздер болады. Біз қазақтар мынандаймыз ғой, уайымдай береміз да, бір уайымдағанда сол мәселені шешіп тастайтын сияқтымыз. Біз уайымдағанмен ештеңе шешілмейді ғой. Аллаға тапсыру керек. Алла шешеді оның барлығын. Басым айналады, сұрақ жағым қарсады, не істеуге болады? Дана ханым, басыңыз айналса, сізде қаныңыз төмен ба? Гемоглобин төмен ба? Қорқыныш болса, онымен жұмыс жасау керек. Именно неден қорқып жатсыз? Адамның басы айналады қай кезде, қаны төмен болған кезде, қан аздан, одан кейін артық ойлар көп болған кезде, сосын өзінің ойын өзі қорыта алмай жүрген кезде, бір көп ойлармен басын қатыра берген кезде, өзінің шекарасын қорғай алмайған кезде, сондай бас айналу болады, психосоматикасы. Ал енді медицина жағынан қаныңыз қандай сіздің? Гемоглобин қандай? Сол жағын қарастыру керек. Қорқатын болсаңыз, неден қорқып жатсыз, не үшін қорқып жатсыз? Сол қорқынышпен жұмыс жасау керек. Оның триггері бар. Триггері балық шақта болады. Балық шақта травмалар болады, сол травмалармен жұмыс жасау керек. Жаңа аудио неге шықпадыңыздар ма? Разборға, аудио разборға шықсаңыздаршы, звондап. Ол үшін подписка жасайсыздар, сосын гостиға кіресіздер. Тиктокты енді үйреніп жүрмін, қыздар. Мен инстаграмда жақсы білем, ютубта жақсы саламын, бірақ тиктокты енді үйреніп жүрмін. Разборға шығып көріңіз деп Гүлала айтып жатыр сіздерге. Бұл кісі өткенде шықты. Кішкене болса да жеңілдейсіздер ғой, сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Мен ақша алайын деп отқан жоқпын, тегін жасап жатырмын, иә? Алла разышылық үшін тегін біліммен бөлісіп жатырмын. Тегін психосоматикасын айтып жауап беріп жатырмын сіздерге. Сол үшін мүмкіндікті пайдаланып шықсаңыздар болады қазір аудио немен, вызовпен. Трансляцияны басып кіресің дейді. Гүлала біліп апсыз ғой уже бәріне. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш қосылып жатқан ханымдар. Апай, мен естімей қалдым дейді. Нені естімей қалдыңыз, Дана ханым? Нені естімей қалдыңыз? Қайтадан қойыңыз. Бағанағы сұрағыңызға жауап бердім ғой, соны естімей қалдыңыз ба? Сұрақ қойғаннан кейін енді жауабын тыңдап отырсаңыздаршы, сұрақ қойып өздеріңіз басқа жақта жүрмей. Адамның уақытын, энергиясын бағалаңыздар, жақсы ма? Тегінің қадірін білмейді деп сол үшін айтады ғой. Сұрақ қойдыңыз ба, енді жауабын күтіп отырмайсыз ба? Қайда кетіп қалдыңыз? Өзіңізді таныстырып жіберіңізші, мен қазір қосыламын сізге дейді. Менің есімім Гүлзира, жасым 48-де, 3 баланың анасымын, әскери зейнеткермін. Бірінші мамандығым қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі, екінші мамандығым педагог, психолог, психосоматолог. 5 жыл болды, адамдармен жұмыс жасап жүрмін, онлайн, офлайн. Курс өткізіп жүрмін қазіргі таңда, психосоматолог практик және мидағы ақша деген қаржылай сауаттылық бойынша мак маманы деген курстарды өткізіп жүрмін. Сондықтан шыға берсеңіз болады. Тұрмыстамын. Дана гостиға шықсай дейді. Гостиға шықсай деп жатыр ғой сізге, Дана ханым. Тегін разбор жасайсыз осы жерде.
Құрметті TikTok оқырмандар, осы жерге кім жаңадан қосылып жатыр, кім мені танымайды, маған подписка жасап қоюларыңызды сұраймын. Ол сіздің маған берген жаңағы неңіз болсын, кері байланысыңыз, менің уақытыма берген уақытымды бағалағаныңыз болсын, жақсы ма? Барлықтарыңыз тіркеліп қойыңыздар TikTokқа. Мен арасында өстіп тікелей эфирға шығып отырамын, сабақ өткізіп отырам, сұрақ өткізіп отырам, разбор жасап отырам, жаңағы күнде рилс саламын. Неге? TikTokқа видео салам, соны қарап отырсаңыздар болады. Ішінде пайдалы ақпараттар бар. Мен пайдасыз ақпарат салмаймын. Мен өте көп 2018-ден бастап білім алдым. Сол білімдермен сіздермен бөлісіп жүрмін арасында, қысқа нұсқа. Инстаграмда толық 1 сағаттық видеолар бар. Әртүрлі тақырыпта қарап көрсеңіздер болады. Сұрақ қоюға болады деп айтып жатырмын ғой. Сол үшін шықтым ғой тікелей эфирға. Алла разышылығы үшін адамдарға пайдалы болайын деген ниетте сіздерге тегін тікелей эфирда разбор жасаймын деп отырмын. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Денсаулық, қарым-қатынас, ақша, кәсіп, жұмыс, миссия табу саласы бойынша сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Балаға қатысты, денсаулыққа қатысты, психосоматика бойынша сұрақ қойсаңыздар болады. Қойыңыздар. Руслановна деген қандай сұрақ қойыңыз келіп тұр, қойыңыз. Лайк басып атқан, гүл жіберіп атқан хандарға рахмет, Алла разы болсын. Осы тікелей эфирді кімнің көрген қалайсыздар, таратып қойсаңыздар болады. Қалай таратасыздар, оны астында поделиться деген тұрған шығар, наверное, соны басасыздар. Бағана мен басында кірген кезде бір клиенттің несін, кейсті айттым ғой, онлайн жұмыс жасаған кезде баласы ауырады, ДЦП-мен ауырады баласы. Сол кезде баласының ауруы тікелей өзіне қатысты болып шықты, қарым-қатынасқа, күйеуімен қарым-қатынасқа байланысты болып шықты. Баланың жиі жөтелуі неден болады? Біріншіден соқ тиіп қалды ма, сол жағын қарастырыңыз. Мұздай ішіп қойды ма, соқ тигізіп алды ма, сол жағын қараңыз. Екіншіден, жөтелудің психосоматикасы адамды өзіне қарату. Внимание, назар жетпей жатыр балаға, махаббат, внимание жетпей жатыр. Адам қатты қақылдап жөтелген кезде бәрі былай қарайды. Мысалы, автобусқа мінсеңіздер, бір адам аузын жаппай қайта-қайта жөтеліп тұрса, барлықтарыңыз бүйтіп қарайсыздар ғой, кім жөтеліп жатыр деп. Яғни қараған кезде ол адамға не істеп тұрсыз? Внимание бөліп тұрсыз. Сол сияқты жөтелген кезде, адам өзіне қатты жөтелген кезде, өзіне внимание, махаббат жетпесе, назарды солай аудару мүмкін. Адам, бала ауырса, жөтелсе, сіз оған естисіз, қарайсыз, махаббат бересіз. Менің асқазаным ауырады, папиллома сияқты қолдарыма шығады, психосоматикасы қалай? Қымбат ханым, асқазаныңыз ауырса, қандай да бір адамды немесе қандай да бір ситуацияны қорыта алмай, қабылдамай жүрсіз. Бір мінезін, бір қылығын. Папиллома деген ол қал сияқты, сүйел сияқты ғой, ол сіздің, видите, сіз қорыта алмаған кезде бір адамды мінезін, оқиғаны бір қабылдамай, қорытамай жүргенде сізге осылай денеңізге шығады. Өйткені асқазан тамақты қорытады ғой, қызметі сол ғой, қорыту. Сіз қорыта алмайсыз, асқазан шамасы келмей жатыр. Не істейді? Сыртқа шығады. Яғни ауру белгі ғой, Алладан келген. Сізге бір іштегі сезімді, эмоцияны тұншық қалған, соны не істеп жатыр? Сыртқа шығар деп жатыр. Ішіңізде жылдар бойы өкпе-реніш сақтамау керек, шығару керек. Бас жиі ауырады, психосоматикасы неден? Басыңызда көп ақпарат, керек емес ақпараттар, ойлар көп болғаннан, одан кейін сіздің ішкі жан дүниеңізде бір қалау болып тұр, сол сіздің сыртыңызда болмай жатыр. Ішкі жан дүние мен сыртқы жан дүние сәйкес келмей жатқанда бас ауырады. Артық ойлардан, одан кейін медицина жағынан сізде давление бар ма, қандай дәрігерге тексерілдіңіз ба, анализ тапсырдыңыз ба? Барлығын психосоматика жағынан қарастыра бермей, 50-50 медицина мен психосоматиканы қосып қарастырғанда жақсырақ болады. Солай емделген кезде жақсырақ болады. Жақсы ма? Бас ауырған кезде, кейбір кезде сіз көп уайымдайсыз, көп ойлайсыз, өзіңізге давить етесіз. Шамаңыз келмейтін нәрсені уайымдай бересіз ба? Гүлзира апай не дейді? Құлыңыз аппақ болу үшін.
сіздің неңізді түсінбедім, қырғызсыз ба? Лицонузға деген немене? Эмно? Мен сіздің сұрағыңызды түсінбей отырмын. Рахмет, дұрыс айтасыз дейді қымбат ханым. Алла разы болсын. Психосоматиканы оқыдым ғой, 3 ай оқыдым. Сертификаттарым бар, дипломдарым бар. Көп білім алдым деп айтып жатырмын ғой. Сол үшін ол психосоматикасы дәлелденген да, ол аурулардың. Жаңағы кісі қырғызша жазып отыр ау деймін, мен түсінбей қалдым жазуына. Қолған бір нәрсе шықты деп жазып жатсыз ба? Мына теріге шыққан нәрсенің барлығы ол сіздің ішкі сезімдеріңіз, эмоцияларыңызды тұншықтырып тастайсыз. Яғни адамдарға сезіміңізді білдірмейсіз, ашық ойыңызды айта алмайсыз, қабылдай алмайсыз. Сол кезде не істейді? Мына теріге шығады. Сіз ішіңізде шықпаған нәрсе бәрібір сыртқа тері арқылы шығады да. Жаңағыдай экзема, псориаз, диатез, немесе жара, сол аллергия деген сияқты нәрселер шығып кетеді денеге. Кеш жарық. Как вы ухаживаете свое лицо? У вас лицо белое такая. Фильтр қойып қойдым ғой, қыздар. Фильтр қойып қойдым. Негізі өзімнің кожам ақ, қыста аппақ болып жүрем, қыста жазда қап-қара болып жүрем. Мен күнді тез қабылдаймын, загарды тез алам. Көктемде, жазда көрсеңіздер, мен бетім қоп-қоңыр қап-қара болып кетеді. Қазір қыста аппақ болып отырмын. Сондай, өте дұрыс дейді. Рахмет, қымбат ханым, Алла разы болсын. Бетке негізі маскалар жасаймын. Бетке айран жағуға болады, жұмыртқаның сарысын жағуға болады. Үйде домашний условиях өзіңізге солай күтім жасасаңыз болады. Кремдер жағамын. Енді кішкене күтім керек қой, қарау керек қой әйел адамдар өздеріне. Өздеріңізді қарамай тастап жүрмеңіздер, құрметті ханымдар. Алда 8 март келе жатқан мерекелеріңізбен өздеріңізге күтім жасап қараңыздар. Сол кезде ухоженный, әдем болып жүресіз. Сосын сіздің күйеуіңіз сізге комплимент айта бастайды, басқаша қарай бастайды. Қабылдай алмаймын, эмоция шығармаймын. Жаным сол, қымбат ханым. Енді сіз өзіңіз зиян тигізіп жатсыз ғой денсаулығыңызға. Сол үшін эмоцияны, сезімді көркем түрде жеткізу керек. Жақсы ма? Қабылдай алмаймын дегеннің ар жағында кішкене тәкаппарлық бар. Менікіндей болу керек, неге мен айтқан болмайды деген шарт қою бар. Сол нәрселерді кішкене өзіңізбен жұмыс жасап, нәпсіңізді тәрбиелесеңіз, бәрі жақсы болады, қымбат ханым. Денсаулық сізге керек қой, анау өкперенішті сезімдерді іште жинай берген кезде, өткенде менде бір кісі болды ғой, жасы 58-де, әйел адам келді, онлайн жұмыс жасадым, рактың 4-ші стадиясы, тегін жасадым, Алла разышылығы үшін. Сол кісі 40 жыл бойы күйеуіне деген агрессияны, өкперенішті кекті ішінде сақтап жүрген. Ешкімге айтпай. Айтсам дейді, бәрібір ешкім түсінбейді мені, бәрібір менің жанымды ешкім түсінбейді, бәрі күледі, мазақ қылады. Оданша мен өзім ішімде сақтаймын, менің проблемам кімге керек деп өзі ішінде сақтай берген. Балаларым итакта көріп жүр дейді. Көріп жүргенмен бәрі ол сезім шығару керек қой, сезім шығару керек. Сезімді Алла Тағала бізге сезіну үшін берді, шығару үшін берді. Неге біз оны шығармасқа? Неге қолданбасқа? Алла Тағала ішінде сақтап жүр, тығып жүр деп берген жоқ қой сезімді. Сезімге негативті сезімдер де жатады, позитивті сезімде жатады, нейтралды сезімде жатады. Нейтрал дегеніміз жаңағы өзіміздің Алла берген ұйықтау, тамақ жеу, есінеу, қуану, күлу, мұңаю, барлық сезімдер осы Алладан келіп тұр ғой бізге. Шығару үшін не істеу керек? Терапияға келсеңізші, қымбат ханым, жеке терапияға жазылыңыз, бір-ақ рет келесіз, зато қанша сұраққа жауап алып кетесіз. Ішіңіз жеңілдейсіз, қанша жылға өкпереніштен арыласыз. Бағанағы 58-дегі әйел өкіріп тұрып жылады ғой терапияда. Абреакциясы өте көп болды. Зато білесіз ба, қанша жеңілдеді. Айтып жатыр, мен бұрын психолог дегенді білмеппін, психолог дегенді жаңа психтар барады деп ойлаппын, оказывается бұл керемет нәрсе екен ғой деп маған айтып жатыр да, бұрын неге білмегем деп. Қымбат ханым, менде онлайн 25 мың, офлайн 30 мың теңге, 1,5 сағат жұмыс жасаймыз, жанмен, тәнмен, құрсаққа дейін барып қайтуға болады, детский травмалармен жұмыс жасаймыз. Сіз қай қаладансыз, қымбат ханым? Астанадан болсаңыз, мен офиста қабылдаймын, арендаға офис алып, сіз үшін барамын, қабылдаймын. Сол үшін қай қаладан екеніңізді жазсаңыз, Ақтөбе болсаңыз сізге онлайн жұмыс жасауға болады. WhatsApp-пен, видеозвонокпен өте береміз. Ешқандай да проблема жоқ.
барлық техника, терапия, трансформация барлығы жасалады, проработка жасалады. Менің көп клиенттерім, құрметті оқырмандар, онлайн, астаналықтар офлайн аз менде. Көбісі онлайн, Қазақстанның түкпір-түкпірінен хабарласады. Сондықтан онлайн дегеннің өтірік сияқты деп кейбіреулер айтады да, өтірік сияқты емес ол. Кәдімгідей шын офлайн қалай мен кездесіп адамдармен жұмыс жасаймын, тура солай жұмысты жасаймын. Мен сіздің ар жақта сезіміңізді көріп отырамын, мына немен видеозвонокпен жасағанда сіздің сезімдеріңізбен жұмыс жасаймын. Көріп отырамын ғой, мен сезіп отырамын ғой. Күліңіз кеп тұр ма, жылағыңыз кеп тұр ма, мен бәрін біліп отырамын. Сондықтан ешқандай проблема жоқ. Өзіңізге 1,5 сағат уақытыңызды арнаңыз, ақшаңызды қиыңыз, өзіңізге инвестиция салыңыз. Сөйтіңіз да керемет алаң қалаумен жеңілдеп біраз мәселеңізді шешіп қайтасыз. Бір проблемамен келсеңіз, соның қасында 2-3 проблемаңызды шешіп кетесіз ғой. Бір ғана емес. 1,5 сағат тез өтіп кетеді жұмыс жасағанда, кейбір кезде 2 сағатқа созылады. Өзімнің арнайы нақты техникаларым бар, методикаларым бар. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Құрметті ханымдар, сұрақтарыңыз таусылып қалды ма? Сұрақтарыңызды қойыңыздар, сұрақ болса. Разборға шығатындарыңыз болса, разборға шығыңыздар. Мына жерде немене көрінбей қалды. Популярный эфир дейді. Номер 8701 618 07 19. Қымбат ханым, мына тиктокқа кірсеңіз, менде шапкада жазылып тұр, профильда телефон номерім. Инстаграм, ютуб бәрі жазылып тұр. Әне жаза қойдыңыз ғой өзіңіз. Осы номерге хабарласып, курсқа жазылуға болады. Психосоматолог практик курсы. Қаржылай сауаттылық курсы бар менде, мидағы ақша деген. Ол жерде қарыздан құтыла аласыз, қаржылай сауатты бола аласыз, ақшаны қалай басқаруды, қалай сақтауды, көбейтуді үйренесіз. Қайырлы кеш. Осы номерге жазсаңыздар болады. Немесе инстаграмға дайректке жазсаңыздар болады. Бірақ дайректі енді уақытлы көрем деп айта алмаймын. Қолым тимейді, арасында қараймын. Ал WhatsAppқа мен күнде клиенттер WhatsAppқа жазатын болғаннан кейін WhatsAppты көп қараймын да. Сол үшін WhatsAppқа жазсаңыздар, мен тезірек жауап берем. Түнде кеш жазсаңыздар, таңертең жауап берем. Әйтеуір жауап берем ғой. Дайректке жазсаңыздар да сұрақтарыңызға жауап беремін. Осы жерде разборға шыққысы келмейді. Шықсаңыздар шына жерде. Аудиозвонокпен шықсаңыздар болады. Денсаулық, қарым-қатынас, ақша, кәсіп бойынша, жұмыс бойынша сұрақтарыңызға қойсаңыздар болады, сұрақ қойсаңыздар. Бағана күшті сұрақ қойып жатыр едіңіздер, басылып қалдыңыздар ғой. Психосоматика бойынша, денсаулық бойынша, қарым-қатынас бойынша қойсаңыздар болады. Неважно, кто я дейді. Біреулер маған анау батыл ойнауға вызов жіберіп жатыр. Бірақ мен отклонить етіп тастап жатырмын. Өйткені мен немене дейді жаңағы. Ондай ойнағым келмейді, шын айтайын. Батыл дейма, сондай ойын ойнағым келмейді. Мен біліммен бөліскен жақсы көрем. Одан кейін осылай тікелей эфирда адамдарға пайдалы болып, сұрақтарына жауап беріп, разбор жасағанды ұнатамын. Батыл ойнағымайды екенмін. Жаңағы бір кісілер жіберіп жатыр ғой маған батылды. Сұрақтарыңыз жоқ па? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, разборға шықсаңыздар, шығыңыздар. Сәлем, кеш жарық дейді. Қайырлы кеш, Шолпан ханым. Қандай сұрағыңыз бар, қойсаңыз болады. Денсаулық, қарым-қатынас, ақша саласы бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақ қоямыз? Денсаулық, қарым-қатынас, ақша мәселесі бойынша қандай сізді сұрақ мазалап жатыр? Бәрімізде адам баласымыз, бәрімізде де бір проблема болады ғой, бір сұрақтар болады мазалап жүрген, жауабын таппай жүрген. Сондай сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Мысалы, денсаулығыңыз қай жеріңіз мазалап жүр? Немесе балаларыңыз ауырып жатыр ма? Енді ауыртпай қойсын, жаңа айттым ғой жоғарыда, басында, эфирдің басында айттым. Сондықтан кейіннен қосылып жатқан оқырмандар, қош келдіңіздер менің парақшама. Тиктокқа жазылып қойыңыздар,
ұйқым келмейді. Мүлдем ұйықтай алмайсыз ба? Түнде ұйқыңыз қаша ма? Өте көп уайымдайсыз, наверное. Ішіңізде өте көп уайым бар. Көп уайымдай берген кезде ұйқы қашып кетеді. Уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің. Жаңаға не деуші еді? Уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің. Бір нәрсе жел қайық ұшасың да айтамай қалдым ғой немді, қыздар. Сол айтайын дегенім, ой көп ойлаған кезде сіз тұңғиыққа батып кетесіз. Сіз ары қарай ойды ойлай бересіз, неше түрлі ойлар келе береді. Сонымен алысып жатқан кезде ұйқы ашылып, таң атқан білмей қаласыз, таң қалай атқан. Сондықтан көп уайымның бәрін Аллаға тапсырамыз. Артық ойды ойлап керек емес. Біз ойлағанмен, сіз қатты переживать еткенмен де бәрібір не істейді? Ештеңе өзгермейді. Сіздің шамаңыз келмейтін нәрсеге бас қатырып керек емес. Лучше сол проблеманы Аллаға тапсырыңызшы. Алла маған көмектесші, мен сенің әлсіз құлымын, сенің көмегіңе мұқтажбын деп Аллаға айтыңызшы. Алла сізге оңай жеңіл шешіп береді сол нәрсені. Бізде адамдар не істейді? Алланың рөліне түсіп кетеді ғой. Мен өзім қазір шешем, барлық проблеманы өзім шешем деп кіші құдайға айналып кетеді, байқамай. Бәрін проблемасын шешіп жүретін адамдар бар. Артық қамқорлық жасап, артық жауапкершілік алып. Содан кейін бір күні өзі отырады, шаршап, денсаулығы құрып, неге бәрі маған айта береді, мен бәріне көмектесіп шаршадым деп отырады. Басында соның барлығын өзі қалай алып қойғанын білмей қалды. Артық жауапкершілікті, артық қамқорлықты, сосын ол үйретіп алады да, адамдарды сөйтіп көмектесе бергеннен кейін оған адамдар үйреніп алады. Сөйтіп соған проблема болса болды, соған айтады. Көмектесіп жіберші, ақша берші, бүйтші, сөйтші деп. Сосын аяғында өзі шаршап кетеді одан. Сондықтан Алла бар ғой, Алла. Аллаға тапсырамыз, Алладан дұға сұраймыз, дұғалар қабыл болады. Үздіксіз дұға тілесеңіз, міндетті түрде қабыл болады, құрметті оқырмандар. Алладан дұға сұраймыз. Бәтеңкеңе бау керек болса, менен сұра деді Алла Тағала. Ол деген не деген сөз? Бәтеңкеңе бауды, мысалы ойлайсыз ғой, Алладан несін сұраймын, өзім-ақ сатып ала салам ғой, ол қымбат емес қой деп, Яғни не деп тұр Алла Тағала? Кішкентай нәрсенің өзін менен сұра деп тұр ғой. Бүкіл жаратылыстың иесі, жаратушы Алла ғой. Бүкіл бізге керек нәрсенің бәрін жаратып қойған, Енді сол жаратушыдан сұрамаймыз ба? Неге адамнан сұраймыз? Адамнан сұрағаның екі көз шығады, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады деп айтты. Яғни не істеу керек? Алла сізге бір адам себепкер қылып жіберу мүмкін, бірақ та Аллаға тапсырған кезде сол адам келеді сізге. Көмектесетін адамды жібереді Алла Тағала. Рахмет, гүл жіберіп жатсыз, Алла разы болсын. Подписка жасап қойыңыздар, менің TikTok каналыма. TikTok каналым үстінде Instagram, YouTube сілтемелері тұр, парақшам тұр, соған подписка жасап қойсаңыздар. Сол жерде өте көп пайдалы ақпараттар бар. Көп сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар, иншалла. Жақсы, дейді Чолпан ханым. Рахмет, Алла разы болсын. Барлық нәрсенің өзінің себебі бар ғой. Жайдан жай ештеңе болмайды ғой. Құдай қаламаса қурайда сынбайды деп айтады, Ол өте рас шынында да. Мысалы, менің қасымда мынау женское счастье гүл тұр. Сол гүл тұрады да бір күні бір жапырағы гүлі түсіп қалады. Не үшін түсіп қалып жатыр? Алла солай қалап тұр, Істеген ісіңіз алға бассын дейді. Жаным сол, рахмет, әмин, айтқаныңыз келсін. Сіздің де Алла ісіңізге береке берсін. Алла уайымыңызды жоқ қылып қойсын. Проблемаңызды оңай жеңіл шешіп берсін Алла Тағала. Сол айтайын дегенім, жаңағы жапырақтар далада тұрғанда тұрады да бір жапырақ өзі түседі. Аспанда жұлдыздарда тұрып бір жұлдыздар ағып түседі. Неге? Өйткені Алла солай қалап тұр. Алланың қалауы. Томирис ауруымнан емделем ба дейді. Мен сіздерге басында айттым ғой, мен балшы, емші, тәуіп емеспін, мен психолог, психосоматолог маманмын деп айттым. Томирис, немен ауырып жатсыз? Қай жеріңіз ауырады? Алла Тағаладан дұға сұраңыз, зікір салауат көбірек айтыңыз. Инстаграмға кіре алмадым. Неге кіре алмадыңыз? Үстінде не тұр ғой? Сілтемесі тұр ғой TikTokта. Сол Инстаграм деген тұр ғой, соны басып қалсаңыз, менің парақшама кіресіз ғой. Қайтадан кіріп көріңіз,
Томирис сол ауруңыздың себебін, түпкі себебін табу керек, сонда жазыласыз. Алладан сұраңыз, дұға сұраңыз. Қай жеріңіз ауырып жатыр, мен психосоматикасын айтып берейін. Қай жеріңіз ауырып жатыр? 21 әлі жап-жассыз ғой сіз. Сезімдерді көп, сезімдерді іште тұншықтырып тастағанда, ашу, ыза, өкпе, реніш, кек бар ғой, соның бәрін ішіңізде тұншықтырып сақтап жүре берсеңіз, ешкімге айтпай, сол кезде сіз ауруға ұшырайсыз, психосоматикалық созылмалы ауруларға ұшырайсыз. Сол үшін сезімді жеткізу керек. Ішіңізде іштен тынатын адамдар бар ғой, сыртынан күшті болып көрінеді да, үндемей. Бәрі ойлайды, мынау күшті ғой, керемет қой, осы постоянно бір қалыпты, спокойно болып жүреді деп ойлайды. Бірақ сырты бүтін, іші түтін болып жүреді оның. Ішін ашып қалсаң, ішінен неше түрлі травмалар шығады. Мен өзім білем, маған жаңағы неге келеді ғой, терапияға. Сол кезде ішін ашқан кезде неше түрлі травмалар шығып жатады. Сондықтан көп адамдар қазір маскамен жүреді ғой. Былай ешкімге білдіртпейді да. Бәрі керемет ұқсатып көрсетеді өздерін. Ал психологқа келген кезде ішінен неше түрлі жаңағы жан жаралар шығып жатады, ауыр травмалар шығып жатады. Сондықтан да психологқа келеді, өзінің жарасын емдеуге, жанын емдеуге келеді, тәнін емдеуге келеді. Сондықтан келіңіздер терапияға, курсқа қатысыңыздар. Оның барлығы қанша жылғы алған білімнің қаймақтарын береміз сіздерге. Ол жерде өте көп терапия аласыздар, психосоматолог практик курсында. Білім аласыздар, психосоматиканы нөлден бастап үйренесіздер. Мидағы ақша курсында қаржылай сауаттылықты үйренесіздер. Қарыздан құтылатын нақты техникаларды аласыздар. Өзіме көмектескен, басқаларға көмектескен қарыздан құтылуға техникаларды аласыздар. Сондықтан курсқа жазылып оқыңыздар. Өзімде қанша білім алдым ғой, әлі алып жатырмын білімді. 2018-ден бастап үздіксіз білім алып жатырмын. Сондықтан білім ол көзіңізді ашады, иманыңызды күшейтеді, Аллаға жақындатады, дана боласыз, ақылды боласыз, сабырлы боласыз деген сияқты ғой. Сондықтан білім деген нұр деп Құранда бекер жазылмаған ғой. Білім деген нұр дейді. Саламатсыз ба Алмагүл ханым? Қандай да бір пенде білім алу жолында ізденіп жолға шықса, Алла тағала оның жолын жеңілдетіп қояды деп Құранда жазылған. Сол айтпай отыр ғой, Томирис ханым қай жер ауырып жатқанын айтпай отыр. Алмагүл ханым лайк қойып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын жүрекшелеріңізге. Лайк қойып жатсаңыздар, өздеріңізге Алла тағала еселеп қайтарсын. Жүректеріңіз кең болсын, нұрлы болсын, өмірлеріңіз нұрлы болсын. Ешқандай да өкпе-ренішті іште сақтап керек емес, ол денсаулыққа өздеріңізге зиян. Сезімді иемденіп алмаңыздар. Менің өкпем, мен ашуланып тұрмын, мен ренжіп тұрмын, бұл сезім менікі деп иеленіп алмаңыздар. Өйткені сезімнің барлығы бізге Алладан келеді. Уақытша, какой-то бір сабақ алу үшін, өзгеру үшін, өсу үшін келеді бізге, Рахмет, Гүлала ханым, лайктарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Сондықтан, құрметті ханымдар, әр нәрсенің өзінің себебі болады. Сол себепті тапқан кезде емделесіздер Аллахтың қалауымен. Дәрі сізде емделіп жатқандар көп қой, менің практикамда. Айттым ғой, өткенде өзім женский емдедім, 23 жасар баламның сезондық аллергиясын емдедім психосоматикамен. Кішкентай балам қорқынышын өңдеп алдым психосоматикамен. Сондықтан келіңіздер, өздеріңізге уақыт бөліп, мына тікелей эфирда тегін мүмкіндік берсем, шықпай отырсыздар. Онда ақша төлеп келіңіздер. Сосын жұмыс жасаймыз 1,5 сағат, 2 сағат. Содан кейін жақсы болып жеңдеп кетесіздер, иншалла. Жақсы. Лайк басып атқан ханымдарға рахмет, гүл жіберіп атқан ханымдарға рахмет, Алла разы болсын. Тиктокқа жазылмаған ханымдар, мырзалар болса жазылып қойыңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Күнде мен әйтеуір бір пайдалы ақпарат салып отырам. Тиктокқа, ютубқа, инстаграмға, барлық жерге бірдей саламын. Соны көріп, өздеріңізге керегін алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Сіздерге алғыс айтам, тікелей эфирға кірген ханымдарға. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Алла разы болсын.